Қазақ ертегісі деген баға жетпес қазына. Оған ешкімнің дауы болмасын. Сенің ертегің қандай болу керек еді, егер сен ертегі құрастырсаң? Ата-аналарға бір қандай да бір ұсынатын лайфхагыңыз бар ма? Сіз жалмауыз кемпір туралы ертегі айтып беріп отырсаңыз, немесе жаңағы Баян сұлу үшін 40 құдық қазған қодар туралы ертегі айтып беріп отырсаңыз, Ата-аналар да оған мән беру керек секілді. 80-90-ға келіп орындарынан тұра алмай жатқан қазақ ертегілеріне сұрыптау жасайтын уақыт келді. Ертеде, ешкі жүні бүртеде. Ертегінің есігін аш. Әр сөзі даналық, әр кейіпкері ғұмырлық сабақ. Бұл ұлт рухын ұрпаққа жеткізетін мәңгілік әлем. Барлығы Қаз ертегі каналында. Армардақты достар, жалпы біз өзімізді көшпелі халықтың ұрпағымыз деп мақтанамыз, сүйсінеміз. Десе де көшпелі халықтың тұрмыс тіршілігі жайында біз тек қана әдебиет беттерінен ғана оқып біліп жүрміз бүгінгі таңда, иә. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақ ертегісі баланың психологиясына қалай әсер етеді, оның алар орны, сол жайында сөйлеспекшіміз. Өйткені менің балам, жалпы біздің баламыз 7 айдан бастап сөйлей бастады. 7 айдан бастап өзіндік пікірі қалыптаса бастады. Содан кейін мен аңғардым біздегі қазақ ертегісінің бала психологиясына қаншалықты әсер еткендігі. Сіздерге де маңызды сондай қажетті ақпарат болады деген оймен бүгін біз арнайы сұхбат ұйымдастырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Жалпы қазақ ертегісі дегеніміз не? Оны қалай түсіндіруге болады? Тақырып өте ауқымды. Қазақ ертегі деген, ертек деген жалпы бұл халықтың ауыз әдебиетінің ең іргелі бір бөлігі. Біз ертегі арқылы тек мысалы баланы жұбатып, болмаса баланы ойнатып қана қойған жоқпыз. Біздің халықтың, қазақтың ертегісінде өмірге құштарлық, өмір сүруге деген талпыныс, тіпті керек болса технологиялық, инновациялық алғашқы іргетастар сол ертегі арқылы қалыптаса бастаған. Олай дейтініміз мысалы ұшқыш кілем, сиқырлы айна деген секілді ертегілерден мысалы біз қазіргі ұшқыш кілем арқылы ұшақты, сиқырлы айна арқылы жаңағы телевизорды көре аламыз. Сол тұрғыдан алған кезде бұл халықтың санасындағы мынау прогреске, дамуға, технологиялық дамуға деген үлкен ұмтылысты көруге болады. Сол тұрғыдан алған кезде бұл жай бір жаңағы күнделікті баланы жұбату үшін немесе баланы ұйықтату үшін ғана пайдаланатын тұрмыстық дүние деп қарауға болмайды ертегі. Сондықтан бұда ұзақ жылғы халықтың тәжірибесі, ұзақ жылғы халықтың қиялының қорытындысы, ұзақ жылғы халықтың тұрмыстан түйген түйіні көрініс табады ертекте. Сол арқылы баланың жаңадан қалыптасып келе жатқан қиялын, санасын, ойлау қабілетін дамуына және оның қиялдай алуына, болашақта өзіне деген бір арман, мақсаттың өмірге келуіне үлкен ықпал етеді. Ал енді ежелгі ертегіні бүгінгі балалар қалай қабылдайды? Олардың психологиялық жағдайына қалай әсер етеді? Өйткені заман өзгерді, адам өзгерді. Енді бұл кәдімгідей үлкен зерттеуді қажет ететін институциялық мәселе. Олай дейтініміз заманның озығы бар, тозығы бар дейді қазақ. Сол секілді 100 жылда, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деген халық үшін сұрыптау, мынау талғамменен, кәдімгідей қазіргі заманның көзқарасыменен, қазіргі заманның талап етуіменен сұрыптау жүргізілген жоқ әлі қазақ ертегілеріне. Бұл алдағы уақытта мына
тіл білімі институттарының, болмаса білім министрліктерінің, тіпті болмаса жаңағы оқу ағарту саласы мамандарының қолға алатын ең іргелі мәселелерінің бірі. Өйткені мысалы қарапайым ғана кез келген ертегіні бүгінгі жас балаға, бүгінгі жеткіншекке оқып беруге болмайды. Өйткені бүгінгі заманның талабын мүлде басқа. Сіз Жалмауыз кемпір туралы ертегі айтып беріп отырсаңыз, немесе жаңағы Баян сұлу үшін 40 құдық қазған қодар туралы ертегі айтып беріп отырсаңыз, ол бүгінгі күннің, әсіресе бүгінгі мынау батыстық бала тәрбиесі, батыстық бала психологиясына бейімделіп келе жатқан қоғам үшін бұл өте үлкен кереғарлықты туғызады. Сондықтан бұны қазақ ертегілеріне сұрыптау жасайтын уақыт келді. Солай сияқты, өйткені мына бала былай тұрсын, ересектер қабылдай алмайтын ауыр ертегі бар, иә. Мәселен, Жалмауыз кемпір бір бай жалғыз баласын беріпті, тағысы сондай ауыр ертегі бар. Бір тозығы мен озығын таразылайтын уақыт келген секілді. Дәл солай. Мысалы, қазақ ертегілерінде бұған дейін ауыз әдебиеті арқылы дамығандықтан онда жас шектеулері болған жоқ. Мысалы, кім қандай ертегіні білсе, сол ертегіні балаға айтып беріп келді. Ал мынау жаңа туғаннан 5 жасқа дейін, болмаса мынау 5 жастан 10 жасқа дейін, мынау 10 жастан 15 жасқа дейінгі деген секілді баланың өсуіне байланысты шектеу қойылған жоқ. Ал оның бір зияны, мысалы ертөстік ертегісінде мынандай бір эпизод бар. Мысалы төстіктің дүниеге келуі. 8 ұлы жылқы отарлап кеткен кезде шал мен кемпір мысалы орындарынан тұра алмай қалады. Енді кәрте шамалары жоқ, бірақ төстік жаңағы кербиенің төстігін жегеннен кейін екеуі бала пайда болады. Мысалы жаңегіне тұра алмай жатқан шал мен кемпір бір төстікті жегеннен кейін қалай олар бала пайда болады? Мысалы қарапайым тұрғыда айтқан кезде логикаға сыймайтын. Жоқ, ол логика деген бір бөлек. Қазіргі уақыттағы тәрбиелік тұрғыда, себебі қазіргі балалар ондай мәселеге өте талғаммен қарайды. Және олар логика өте күшті жүреді, баланың логикасы. Кез келген ата-анадан сұрау мүмкін, сонда 80-90-ға келіп орындарынан тұра алмай жатқан шал мен кемпір қалай бала жасайды деген секілді, мысалы. Енді ұлы сөздің ұяттығы жоқ дегенде. Сол тұрғыдан алған кезде біздің қазақ ертегілеріне мынау 1-ден 5 жасқа дейінгі балаға, мынау 5-тен 9 жасқа дейін, мынау 9-дан 13 жасқа дейін, мынау 13 жастан жоғарғы деген секілді бір жас шектеуін енгізу. Ал ол үшін қазақтың ертегілерін бастан аяқ сұрыптау керек. Ал ол сұрыптау жасау үшін арнайы институт жұмыс істеу керек бұған. Ал бұл қазақ ертегісі деген баға жетпес қазына. Оған ешкімнің дауы болмасын. Өйткені біз сол ертекпен өстік. Ертек тыңдамай, әлди тыңдамай өскен баланың қандай болатыны ол белгілі жағдай. Сондықтан ертек тыңдауға қазір халықтың бетбұрысы өте жақсы. Сол тұрғыдан алған кезде қазіргі тіпті мынау ертек құрастырып шығаратын баспалардың өзі де сын көзбен қарап, мынаны қай жасқа берген дұрыс, мынаны қай жасқа ұсынған дұрыс деген секілді көзқараспенен сұрыптап ұсынатын уақыт келді. Жаңа сіз сұрыптау керек дедіңіз ғой, сонда арнайы орталық институт қажет дедіңіз. Бірақ сонымен қатар ата-аналарда оған мән беру керек секілді. Ата-аналарға да сауатты болу керек секілді ертегі таңдайтын кезде. Өйткені оқып беретін ата-ана ғой. Ол даусыз. Ол ата-анаға міндет жүктелетін анық. Бірақ баспадан шығарып отырған ертегіні немесе жаңағы YouTube-қа жүктелген, тіпті болмаса аудио нұсқалары жүктелген ертегілерде жас шектеулері енгізілсе, онда ата-ана да өзінің баласының жасына лайықтап соны үйретеді балаға. Мысалы, сіз қанша керемет болып кетсе де 3-4 жастағы балаға қиял ғажайып ертегілерін оқып бере алмайсыз. Өйткені олардың мына ойлау жүйесі, болмаса көзіне елестету қабілеті
3-4 жастың деңгейінде ғане. Оған сіз 12 жастан асқан балаға қиял ғажайып ертегісін, 12-13 жастағы балаға арналған қиял ғажайып ертегісін оқып беріп, ештеңені дәлелдей алмайсыз. Иә, расында қазақ ертегілері бірнеше топқа бөлінеді. Қиял ғажайып, аңыз, өтірік ертегі деген бар, тұрмыс салтқа байланысты ертегілер бар. Жалпы қазіргі кезде қазақ ертегілерін зерттеп жүрген жазушылар бар ма? Жалпы жазатын, қазақ ертегісін жазатын кімдер бар? Енді қазақ ертегісі деген кезде бұл біздің қазақ әдебиетіндегі бір ақсап тұрған, кенжелеп тұрған сала балалар әдебиеті дегенге келіп тіреледі. Бұл өзі балалар әдебиеті Мұзаппар Әлімбаевтан кейін шынын айтқан кезде тоқырауға ұшырады. Өйткені Мұзаппар Әлімбаев қазақ ертегілерін жинады, қазақтың балаларға арналған бүкіл дүниесін қаттап, шоттап, түгендеп кеткен адам. Бірақ ауылды қу шөппен сүртіп отыратын уақыт жоқ қазір. Мысалы, қазіргі таңда Баянғали Әлімжанов ағамыз осы балалар әдебиетіне, әсіресе мынау ертегіге, балаларға арналған ертегілерге өте үлкен үлес қосып жүрген жазушы. Ол кісі енді бір сөзбен айтқанда 8 қырлы бір сырлы адам ғой, ол банашы, атақты, онымен өлеңде жазады, балаларға арнап ертегі де жазады. Сол тұрғыдан алған кезде қазір бірен сарандап болса да балаларға ертек құрастыратын, ертегі дайындап беретін, қазіргі заманауи сұраныстарға бейімдеп ертегі жазып беретін жазушыларымыз бар. Ал қазақ ертегілерін біз әлемдік деңгейде көре аламыз ба? Жалпы халықаралық әдебиеттердің қатарына қоса аламыз ба? Бізде қандай танымал ертегілер бар? Смағұл Елубай деген жазушы, сценарист ағамыз бар. Сол кісінің маған бір сұхбатында айтқаны бар. Мынау Голливудтың фильмдері неге бүкіл елге сұранысқа, бүкіл елдің сұранысына сай деп ойлайсың деп. Себебі дейді, Голливуд бұған дейін бүкіл халықтың ауыз әдебиетін зерттеп алған деді. Сонан кейін ауыз әдебиетін зерттеп алғаннан кейін фильмнің жалпы құрылысын сол ауыз әдебиетіне бейімдейді дейді. Бір екі ғашық болады, бір соларға қарсы біреу болады. Сосын кейін жаңағы басқа да түрлі қосатын дүниелері бар. Сонысын қосқан кезде ол халықтың сұранысына сай болады дейді. Ал жақында ғана Дүйсенәлі Әлімақын деген жігіттің, журналисттің Америка ашқан қазақтар деген кітабы жарыққа шықты. Сол кітапта 1880 жылдары қазақ даласына келіп, қазақ ертегілерін зерттеген ғалым туралы жазады, ағылшын ғалымы. Сол кезде мысалы Алдар Көсені, Қаңбақ шалды, тағы бірнеше ертегіні сол америкалық ғалым зерттеп қойған. Демек, біздің қазақ ертегілері әлемнің кез келген ертегілеріменен, кез келген елінің, кез келген халқының ертегісіменен иық тіресіп тұра алады. Өйткені қазақ ертегілерінің ерекшелігі оның мына өміршеңдігі. Ол кез келген уақытта сұранысқа ие. Сосын кейін адамның қиялын ұштай түседі, ары қарай дамыта түседі. Сосын кейін тағы бір ерекшелігі қазақ халқының ертегілерінің нақты шығу, нақты жасы белгісіз. Иә, жасы. Өйткені ол заманаларменен бірге жүріп отырған. Әр заманның өзінің ертегілері бар, өзіне сай ертегілері бар, әр заманның тудыратын. Мысалы, ең ежелгі ертегі деп айтатын болсақ, ер төстікті мысалы. Болмаса, жаңағы ең ежелгі ертегі деп мына жануарлардың жыл басына таласуы деген секілді. Мысалы, егер қарайтын болсақ, жануарлардың жыл басына таласуы деген болсақ, қазіргі тұрғыдан айтатын болсақ, мысалы біз қазір 2025 жылда өмір сүріп жүрміз ғой. Ал жануарлардың жыл басына таласуы деген 2025 жыл бұрынғы болған нәрсе деп қарастыруыңызға болады. Өйткені жылды жануарлармен есептеу 2025 жыл бұрын пайда болған. Демек, бізде 20 ғасыр бұрын
пайда болған ертегі деп тұжырым жасауымызға болады да. Сол тұрғыдан алған кезде бұл әлемнің кез келген мемлекетінің, кез келген халқының ертегілеріменен қатар тұра алады. Осы ретте мынандай сұрақ туындап тұр да, жалпы бізде қазір қазақ ертегісін жазатын жазушы жоқтың қасы, жаңағы. Сонда баланы ертегі жазуға қалай бейімдеуге болады? Бізде ертегі жазатын балалар бар. Осыдан бір 2 жыл бұрын Өскеменде 9 жасар баланың кітабы шықты. Бұны нақтылауға болады. Онда да ертегі өзінің ертегі кітабы 9 жасар баланың. Оның бейімдеудің ерекшелігі оған ертегінің құрылысын түсіндіру. Енді ол бірден қазір ертегі тыңдап жүрген балаға емес, жазуды танитын, сөз құрап жаза алатын балаға ертегінің құрылымын түсіндіру керек. Сосын кейін сен өзіңнің қиялыңменен жазып көр ертегіні. Сенің ертегің қандай болу керек еді, егер сен ертегі құрастырсаң деген секілді ұсыныстарды беріп, сол баланың жазуына қарай бейімдеуге болады. Мына жерді былай жөндеуіңе болады, мына жерде мынандай қосуыңа болады деген секілді. Ол енді бір жағынан ата-анаға байланысты, екінші жағынан мектептегі әдебиет немесе ана тіл пәнінің мұғалімдеріне байланысты оны бейімдеу. Сол тұрғыдан келгенде баланы 2-3 класстан бастап жаза беруге, бейімдеуге болады. Ал енді ата-аналарға қандай да бір ұсынатын лайфхагыңыз бар ма? Балаға қалай кітап оқытуға болады? Мынандай бір жағдайды айта аламын мен. Ол сіз балаңызға ертегі оқып беріп отырсыз, сол ертектегі басты кейіпкерді сіздің балаңыз қып. Мысалы мен Барысқанға ертегі айтып берген кезде ертегідегі бас кейіпкер Барысқан болады. Сол кезде ол өзі маған мынандай ертегі айтып бер, мынандай ертегі айтып бер, мен туралы мынандай ертегі айтып бер деп ол өзі қызыға бастайды. Сондықтан баланыға ертегі оқыған кезде соның мысалы ертегісін айтып бергіңіз келсе, ертөстіктің орнына өзіңіздің балаңыздың аты жөнін пайдаланыңыз. Болмаса, мысалы күн астындағы күнкей қызды айтып беретін кезде басты кейіпкер күнкей қызды немесе жаңағы күнкей қызды іздеп баратын баланың аты жөнін өзіңіздің балаңыздың аты жөні қылыңыз. Сол кезде баланың қызығушылығы оянады өзі туралы әңгімеге. Сол менің ұсынарым. Міне мұнда біздің алдымызда баламыз оқитын ертегілер, оның бәрін енді Барысқан кейіпкерлер өте жақсы таниды. Енді мен Ержанға қолға салғым келіп отыр, осы Барысқанның жақсы көретін, баланың жақсы көретін бір ертегісін оқып берсе деп. Жақсы. Барысқанның жақсы көретін ертегілерінің бірі екі қаз бен бір бақа. Ертегіні оқымас бұрын балаңыздың ұйықтауға жататын уақытында оқысаңыз, ең тиімді уақыт сол. Басқа уақытта бала басқа нәрселерге, ойыншықтарына алданып кете береді. Ал сіз ертегіні жатарда, ұйықтар кезде оқып берсеңіз, ол зейін қойып тыңдайды. Сіздер де зейін қойып тыңдаңыздар. Ертеде екі қаз ыстық шілденің күнінде су таба алмай жүреді. Олар бір көлшікке келіп қонады. Ол көлшікті көптен бері мекен етіп жүрген бір бақа бар еді. Сол бақа екі қазды қақылдап маңына жолатпапты. Көлшігін қызғанып, екі қазға су ішкізбепті. Екі қаз бақадан су сұрап жалынады. Қанша жалынса да бақа: "Бұл су аз ғана көлшік, сендерден кейін су таусылады. Өздерің ұшып кетесіңдер. Сонда мен бейшара қанат құйрығым жоқ, қайда барам?" дейді. Қаздар: "Егерде осы көлшік су алса, сізді біз алып ұшып, бір жақсы көлге жеткізелік", дейді оған. Бақа бұл сөзге көніп, үшеуі шарттасып, осы арада бірге күн кешеді. Бір күні көл суы сасып кетеді. Екі қаз уәде бойынша бақаға: "Кетелік, бір жақсы суға жетелік", дейді. Мұны бақа мақұлдайды. Екі қаз енді бақаны қалай алып ұшудың амалын қарастырады. Олар ары ойлап,
бері ойлап бір амалын табады. Қаздар бір ұзын бұтақты алып бақаға ортасынан тістетеді де, мынаны тістеген қалпыңда аузыңды ашпа, қорықпа, біз сені аспанға көтереміз, суы бар жерге жеткіземіз дейді. Екі қаз бұтақтың екі шетінен аяғымен мықтап ұстап бақаны аспанға алып ұшады. Бақаның көк үстіне шыққанға көңілі өседі. Жердегі бақалардан өзін жоғары санап масаттанады. Сөйтіп, аспанға екі қазбен бірге ұшып бара жатып, бір үлкен шаһардың үстіне келеді. Шаһар халқы көкке қарап қайран қалады. Бұл не зат? Деп сұрап жатыр бір-бірінен. Біреулер қасиетті бақа деседі. Біреулер бақа емес, басқа зат дейді. Жұрттың таңданысын көрген бақа мақтанып, атымды айтпай, кім екенімді білдірмей кеткенім болмас деген оймен қарап тұрған елге, бұл мен бақа ғой деп аузын ашқан сол еді. Жерге қарай құлдилап, ат базардың ортасына келіп, тарс етіп құлады. Жарыстырып базарға салып жүрген аттар бақаны басып кете жаздайды. Мақтаншақ бақа әрең аман қалады. Аттардан ары бері секеңдеп қашқан бақаны көріп тұрған екі қаз, ақымаққа жақсылық етіп болмас деп өз бетімен ұшып кетеді. Кейбір адамдар бақаға ұқсап мақтаншақ болады, асылық білдіріп, өзінен басқаны пәс тұтады. Ол адамды надандыққа ұшыратады. Сөйтіп, түбінде бақа сияқты дұшпанның аяғына тапталады. Осымен балалар, ертегіміз аяқталды. Қайырлы түн. Рахмет. Жақсы, бізге жалпы енді осы тақырып төңірегінде сізбен сөйлескім келген. Бұл сізбен біздің сұхбатымыз біраз оқырманға, көрерменге ой салады деген ойдамын. Алдағы уақытта дәл осы тақырып төңірегінде кеңірек тағы да тоқталамыз деген ойдамын. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті достар, бізде міне алғашқы подкаст сіздердің назарларыңызға ұсындық. Қажеттеріңізге жарайды деген ойдамыз. Әрбір бала осы ертегі әлемінде өсу керек, сонда жаны бай, қиялы ұшқыр болып жетіледі. Балақай қажеттесін бегізіңдейік. Жарайды.